Қызылорда облысында мемлекет қаржысын негізсіз игеру дерегі анықталды. Сырдария аудандық ішкі істер бөлімінің тәртіптік жазасы бар 7 және көрсеткіштері өте төмен 2 қызметкеріне 830 мың теңге сыйақы төленген. Аудандық прокуратура тарапынан аталған 9 қызметкерге сыйақы беру жөніндегі бұйрықтың күшін жою ұсынысына бөлім басшысы наразылық келтірген. Сондай-ақ еңбек заңнамасына енжарлықпен қарайтын мекемелерде анықталды. Мәселен, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы серіктестік өз жұмысшыларына өткен жылдың желтоқсан айынан бері жалақы төлемей келген. Маңдай термен тапқан еңбек ақыларын жарты жылдай ала алмай жүрген 261 жұмысшы құзырлы органдарға арызданады. Істің мән-жайына толық тексеріс жүргізген аудандық прокуратура мамандары аталған агромекеменің өз қызметкерлеріне 16 миллион теңгеге жуық қаржы берешек екендігін анықтады. Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 134 бабының бірінші бөлігіне сәйкес жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшалай нысанды айына кемінде бір рет келесі айдың бірінші 10 күндігінен кешіктірмей төленуі тиіс және жалақы төленетін күн еңбек шартында ұжымдық шарттарда көзделуі қажет. Сондықтан серіктестікке жұмыс істейтін жұмысшылардың тиесілі жалақыларын берілу қамтамасыз етіліп, заң бұзушылықты түбегейлі жоюға бағытталған шаралар қолдану үшін аудандық прокуратура мен заңдылықты бұзушылықтарды дереу жоюға ұйғарым енгізіліп, нәтижесімен жұмысшыларға қалыптасқан еңбек ақы толығымен төленді.